Баршаңызға сәлем, арнаға қош келдіңіздер. Бұл видеода YouTube-тан түскен табысты алу үшін Google AdSense-ке банк картасын қалай тіркейді, осы тақырып бойынша өзім қалай банк картасын тіркедім, соны үлгі ретінде көрсетемін. Жұмыс компьютер, ноутбук немесе телефонмен болсын, бірдей орындалады. Тек қандай бөлімге, қандай жерлерді толтырып жіберу керек, соны дұрыс түсініп алсаңыз, сізде ол қадамдарды оңай орындай аласыз. Ендеше бейнеге мұқият назар аударыңыз. Google-ға кіріп, поискіге google.com AdSense деп жазып, кіру дегенді бассаңыз, бірден сіздің аккаунтыңызбен ашылған басты бет ашылады. Главная страница жанындағы жолақшаны, яғни менюді бассаңыз, бірнеше бөлім атаулар шығады. Осы қатардан платежи дегенді басыңыз. Платежные данные дегенді басыңыз. Жоғарыдағы үш нүктені басып, версия для ПК дегенді белгілесеңіз, осылай көрінеді. Бұл жерде ваш доход 0 деп тұр. Доход көріну үшін платежный аккаунт дегенді басып, YouTube Казахстан дегенді бассаңыз, табысыңыз көрінеді. Ваш доход бұл жерде табысыңызды алу үшін жалпы сума $100 жеткенде немесе $100 асқанда төлемдер ай сайын жасалынады деп көрсетілген. Порог оплаты, яғни төлем шегі $100. Табысыңыз $100 болған кезде табысыңызды ала аласыз. Осы бетте көрсетілген мына жазбаларға да қысқаша тоқтала кетейін. Посмотреть транзакции деген сілтемені бассаңыз, соңғы 3 айда түскен табысыңыз көрінеді. Последние 3 месяца дегенді бассаңыз, бірнеше айларға, жылдарға бөлінген сілтемелер шығады. Осылардың үстін басып, қай айда немесе жылда қанша табыс түскенін көре аласыздар. Настройки деген жерде Google AdSense пин-кодын алу және пин-кодты енгізу, налоговая форманы толтыру жұмыстары орындалады. Оны каналдағы мына видеолардан көре аласыздар. Келесі басты тақырып способ получения дохода. Бұл жерге табысыңызды алатын төлем картасын қосыңыз деп тұр. Қосу үшін добавить способ оплаты сілтемесін басыңыз. Бұл жерде карта қосудың екі әдісі көрсетілген. Бірі банк арқылы, бірі чек арқылы. Картаны қосу үшін настроить оплату банковским переводом дегенді бассаңыз, осылай шығады. Осы бетте көрсетілген қатарды дұрыс толтыруыңыз керек. Бірінші жолды толтыру міндетті емес екен. Владелец банковского счета деген жерге паспорт бойынша аты жөніңізді латынша қалай жазылған, солай жазасыз. Келесі название банка. Бұл қатарға банк атауын жазуыңыз керек. Қандай банк картасын тіркейсіз? Халық банк, Каспий банк, Форте банк, кез келген картаңызды тіркей аласыз. Мен Халық банк картасын қолданамын, Халық банк атауын жазамын. Ал сіздер өздеріңіз қолданатын картаның банк атауын латынша жазасыздар. Келесі Swift Pik. Бұл ақша аудару кезінде банкты анықтау үшін қажет. Бұны Google-дың поискісіне Swift Народного банка деп жазсаңыздар шығады. Байқасаңыз, бөлек белгілеп көрсетілген. Осыны копировать етіп, осы жерге вставить етіп қоясыз. Қандай банк картасын қолданасыз? Каспий болса, Swift Каспий банка, Swift Форте банка деп жазып іздесеңіздер шығады. Бұл кодты жазып қойсаңызда, копировать етіп қойсаңызда болады. Келесі Айбен. Бұл жерге ақша аударуға арналған
кз деп басталатын номеріңізді копировать етіп қоюыңыз керек. Жазсаңыз жазылмайды. Осы жерде көптеген адамдарда қиындық туындауы мүмкін. Өйткені өзімде осы сандарды копировать етіп қоя алмадым. 2-3 күндей уақытым кетті. Соңында ұлым көмектесті. Сіздерге көмек болсын, нақтылап өтейін. Айбін нөмірін алу үшін картаңыз Халықбанк болса, соған кіресіз. Көрсетілген белгілерді басып, реквизиты для перевода дегенді бассаңыз, осындай мәліметтер шығады. Бұл жердегі АО Народный банк Казахстана атауын жаза алмайсыздар. Халықбанк деп латынша жазылу керек. SwiftPIC деген кодты алудың екінші жолы осы жерден ала аласыздар. Әріптерін бас әріппен қалай көріп тұрсыз, солай бұны да латынша жазасыздар. Егер берілген қатарды дұрыс толтырмасаңыз, жарамсыз деректер деп қабылданбайды. Аты жөніңізді картаңыз бойынша латынша жазасыз. Ин керек емес. Айбін деген жерге номер шита айбін деген осы номеріңізді копировать етіп қоюыңыз керек. Бірақ бұл жерде копировать етілмейді. Бұл сандарды WhatsApp арқылы мамаңызға ма, әпкеңізге ме жазасыз. Сол жерден копировать етіп қойсаңыздар қойылады. Каспий банк картасын тіркейтін болсаңыз, оны да осылай Каспийға кіріп, видеоға суретке түсірілмейді екен. Көрсетілген атаулар бойынша Мой банк, Каспий Голд, инфо, реквизиты карты и счета дегенді бассаңыз шығады. Банк атауына АО Каспий банк деп жазасыз. SwiftPIC бұл банктың коды. Каспий банк картасын тіркейтін адамдар осы кодты жазады. Айбін бұл сандарды жазып алып, копировать етіп қоясыз. Келесі укажите повторно айбін делінген. Тағы қайталап екінші рет қойыңыз. Осылай берілген қатарды толтырып қарап шығыңыз. Осымен банк картасын тіркеу жұмысы аяқталды. Соңында сохранить дегенді басыңыз. Мәліметті сақтағаннан кейін карта бірден тіркеледі. Табысыңыз ай сайын $100 жетсе, немесе асса, осы тіркелген картаңыз арқылы табысыңызды ала аласыз. Егер белгілі бір себептермен бұл картаны өшіріп, басқа карта қосу керек болса, осы жерде удалить дегенді бассаңыз, картаңыз жойылады. Қайта карта қосу үшін добавить способ оплаты дегенді басып, көрсетілген үлгі бойынша кез келген банк картасын тіркей аласыз. Карта ашатын болсаңыз, мультивалюталық карта ашсаңыз тиімді. Өзім мультивалюталық карта аштырып, соны тіркедім. Мультивалюталық карта дегеніміз теңге, доллар, евроны пайдалана аласыз. Осы ақша түрлері картаңызға аударылады. Картаңыз жоқ болса, банкке барасыз, көп уақыт алмайды, жылдам дайын болады. Карта ашу үшін ақы төлемейсіз, карта тегін және аштырған картаңыз 5 жылға жарамды. Табысыңыз $90 асқан кезде осылай шығып тұрады. Оны творческая студия арқылы монетизация бөлімінде бақылай аласыздар. Бұл жерде 2-3 күнде табысыңыз қосылып, өзгеріп отырады. Табысыңыз $100 асқан менен, бұл айда Google AdSense'те көрінбейді. Келесі айда Google AdSense'ке түседі. AdSense арқылы картаңызға түседі. Бұл менің YouTube'дан түскен алғашқы табысым. Табысқа шықпасаңыз, сіздерге де жұғысты болсын. YouTube'дан ай сайын миллиондап табыс табатын адамдардың жолын берсін баршамызға. Бай қуатты болайық. Осы бейне сіздерге пайдалы болса, өте қуаныштымын. Осымен бейне сабақты аяқтаймын. Арнаға жазылмасаңыз жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.
аман сау болыңыздар.